Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер осы турысында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда көп балалы аналарға жеңілдіктер енгізілді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова көп балалы аналарға берілетін жаңашылдықты атады. Министр әлеуметтік кодексінің тұсаукесер кезеңі аналарды марапаттау күзетілетінін атап өтті. Сөзінше, бұл көп балалы аналардың еңбегін тану және өмір бойы даңқты болуына бірге бермек. Бұл күміс алқа, алтын алқамен марапатталған, я болмаса алдын ала батыр ана атағын алған бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы ордендерімен марапатталған аналарға беріледі. Наградтар аналарға берілетін ақыларды сараптап жатыр. Бүгінгі таңда 6, 7 және одан да көп бала туып өсірген аналар бірдей мөлшерде жәрдемақы алады. Әлеуметтік қорғау кодексінің нормалары өзгереді. 8-7 бала туып өсірген аналарға 7,4 айлық есептік көрсеткіште жәрдемақы төленеді, деді Тамара Дүйсенова. Бұл өзгерістер 90 мыңға жуық анаға тиісті болмақ. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырыңыздар.